Туған елге тағзым бағдарламасының басты мақсаттарының бірі ол өз өлкенің дамуына үлес қосу. Сондықтан да осы бағдарлама аясында біз Қарағанды қаласының тарихи орындарына қатысты мәселені қарастырып, оның шешу жолын ұсынған болатынбыз. Жалпы біздің жоба Қарағанды қаласындағы тарихи имараттардың мәні мен мағынасы деп аталған болатын. Және осы зерттеудегі басты көзделген мақсат ол өз өлкеміздің тарихын ғимараттар мен тарихи орындар негізінде көпшілікке, әсіресе келуші шетелдік туристерге таныстыру болатын. Жоба әзірлеу аясында біз Қарағанды қаласының тарихи мәдени орындарын зерттеп, олардың өлке тарихындағы орны жайлы ақпарат жинадық. Кейін бұл ақпаратты саралай отыра, ағылшын тіліне аударып, бұл өңделген деректерді қолдана отыра бәріне түсінікті де танымды болатын ақпаратқа мол веб-сайт әзірлеген болатынбыз. Бұл веб-сайт өзімен Қарағанды туралы орталықтандырылған ағылшынша ақпарат базасын сипаттайды. Яғни бұл Қарағанды қаласына келуші шетелдік азаматтарға Қарағандымен танысуда бірден-бір таптырмас құрал бола алады. Қорытындылай келе айтқымыз келетіні, бұл веб-сайт тарихи орындар мен мәдени білім ошақтары жайлы үлкен ақпарат базасы ретінде сипатталады. Және бұл веб-сайт алдағы уақытта әрі қарай дамиды және шыңдалады.